Астана қаласында оқушылар сарайында 28 қараша күні мемлекеттік тіл барлық салада атты жас мамандар арасындағы жайдарман сайысы өтті. Ұйымдастырған Астана қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы және руханият орталығы. Жиылған жұрт әзілі жарасқан командалар арасында өткен әдемі ойынның куәгері болды. Аттап өтсінен. Мен сыйламасам ақшашым сыйла. Шаңырақтың егесін сыйла. Аттап өт алсынен. Абай, администратор апай, бұл жігіт счетін төлеп қойды, тұра беріңіз. Жақсы, біздің мейрамханаға келіп тұрмыз. Сайысқа Астана қаласының барлық мекемелерінің арасынан іріктеліп шыққан 5 команда қатысты. Көлік және коммуникация колледжі командасы жас мамандар деп аталды. Бейбітшілік және келісім сарайы пирамида деп аталды. Қазақстан темір жолы нұрлы жол болса, Астана қаласы әкімдігінің құрамасы бірінші орын деп аталды. Еуразия ұлттық университеті енулықтар деген команда жасақтаған. Бұл жерде тақырып ортақ, мемлекеттік тіл барлық салада жас мамандар арасындағы жайдарман сайысы. Яғни біз бұндағы мақсатымыз қазақ тілдің қолданыс аясын кеңейту. Біз әртүрлі форматта іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Театрландырылған іс-шаралар, әдеби кештер, танымдық іс-шаралар, рухани патриоттық кештер, интеллектуалдық бағыттағы жиындар. Бірақ енді соның бір жалғасы ретінде, соның бір бағыты ретінде тағы бір бөлек жастарға бағытталған іс-шара өткізіп отырмыз. Бұл жерде ерекшелік әр мекеменің, әртүрлі сала мекемелерінің жас мамандары қатысады, өздерінен үлкен команда құрып, бұл жердегі қазақы әзілді көрсету, қазақы әзіл арқылы, қазақы күлкі арқылы, қазақ тілінің қолданыс аясын жастардың арасында, мекемелердің арасында барынша кеңейту, былайша айтқан кезде сәнге айналдыру. Жайдарман ойындары бүгінде жастардың шығармашылық алаңы ғана емес, қоғамдағы өзекті мәселелерді әзілмен астарлай жеткізетін өнер додасына айналған орта. Сен кімсің біздің ортамызға келіп алып бізге бос болып тұрған? Бос деген кім? Бос дегенді білмейді. Ой, сен шетел көрмегенсің ғой? Қалай шетел көрмеген? Мен бе? Бас киім киіп олайыншы. Біледі мен шетел. Бұл шараның басты мақсаты жайдарманшы танымал жастар арқылы тұтас жас ұрпақты қоғамды отансүйгіштікке, бірлікке баулу. Сондай-ақ олардың арасында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын жан-жақты кеңейту, қазақ тілінде сөйлеудің танымалдылығын арттыру болып табылады. Бүгінгі шара Астана қалалық тілдерді дамыту басқармасы жанындағы руханият орталығының ұйымдастыруымен өтуде. Мемлекеттік тіл барлық санада атты жайдарман сайыстары. Жайдарман сайыстары бұрын тек қана бір студенттік жастар, мектеп жасындағы оқушылар болатын болса, қазіргі таңда тамырын кең жайды, мамандар ойнайтын болды, әскери топтар ойнайтын болды, барлық салада бар. Бұл бір мемлекеттік тілді насихаттаудағы ерекше жобалардың бірі. Ойын өте тартысты өтті. Барлық қатысушы командалар алғыс хатпен марапатталып, үздік ойыншы тіл жанашыры номинациясы берілді және арнайы дайындалған бірінші, екінші, үшінші дәрежелі диплом мен сыйлықтар табысталды.